Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видео сағат түнгі 10-да басталып жатыр. Мынау біздің түнгі биос плюс. Осыдан бір сағат бұрын видео салғам ютубқа. И сол видео астына коммент қалдырдым. Бірінші комментарий жазған адамға 500 теңге салам деп. Енді анау айтқан бір көп сумма емес, но в целом, если мен өзім басқа біреудің несін көргенде, дәл осындай мысалға вообще просмотры жоқ, вообще лайктар жоқ деген сияқты бір блогерді көрген кезде жаза салатын едім комментарий. 500 теңге алу үшін ше. Так что бұйырған адамға құдай қаласа бұйырады. Кім бірінші көреді, соған бұйырайын деп тұр, құдай қаласа. Достар, сондықтан видеоны ең бірінші көруге тырысыңыздар. Енді хотя бы толықтай көріп шықпасаңыздар да, видео былай шығатын моментте резко көріп, подписаться ету үшін и комментарияға кіресіздер да. Если сондай сообщение келіп тұрса, бірінші жазып салсыздар, 500 теңге алсыздар, аралай көрмей шығып кетсеңіздер де болады деген ғой негізі. Мен сөйтетінмін иногда. Иногда дегенде, если дәл осындай жаңа 500 теңге жүретін блогер болса да ше. Ал достар, мен ұйықтайын деп отырмын. Азында көріскенше. Жаңа негізі бір адам жазып отқан еді. Жаңа 500 теңгеге ше комментарияға. Бірақ что-то номерін жаз десем жазып отыр. Енді тәуекел, енді азында тұрған кезде жіберем, егер жазса. Ал одан негізі ол жазбай тұрып, пока басқа біреу номерін жазса, соған жібере салам. Все, қайырлы таң, ойбай, қайырлы түн, қайырлы таң деп құдай қаласа, құдай тыныштығын берсе, ертең айтып қалармыз. Қайырлы таң, достар. Қазір азанғы сағат 7. Қыздар әлі ән айтып отыр. Біз турникке тартылуға шықтық. Азанғы спорт дейді ғой. Міне осы турникке тартынуға азанмен қосам. Бұл неге? Бұл мен андай супер андай качок болып кету үшін или вообще в целом ондай маған вообще тартынбаймын. Просто мен бір байқағаным, если турникке тартынып жаңағыдай спортпен айналыссаң, в целом сен меньше стресс сезесің. Мысалға, стрессовый ситуацияда меньше стрессовать етесің деген жағы. Блин, сондай не байқадым. И чисто из-за этого. Чисто из-за того, чтобы ощущать меньше стресса деген жағы. Вот, а так ешқандай былай качаться ету мақсатында вообще тартынбаймын. Қазіргі уақытта. Енді бұрын сондай еді, мысалға. Кішкентай кезімде, қазір болса ондай емес. Енді білмеймін, андай дене шығаруға ерінемші. Ол үшін не деген еңбек керек, деген дисциплина и тұрақтылық керек ол үшін. Еще құр турникпен, по-моему, ондай дене шығара алмайсың. Питаниең зор болу керек, әдем болу керек. Одан бөлек басқа да как минимум отжимание, брусья спортта қосуың керек ше. Достар, құдай қаласа, бұл біздің завтрак, сыр. Одан кейін бірінші қайнаған су ішеміз да. И одан кейін açамыз. Неге қайнаған су? Потому что азанның организмге ыстық не барған дұрыс. Бір жағынан Японияда или Қытай елінде осы екеуінің біреуінде мысалы даже школьниктарға, мектеп оқитын жаңағыдай балдарға перемена сайын осындай ыстық дегенде жылы сәл ыстықтау деген сияқты су беріледі, тегін, барлық жақта тегін болады. И из-за этого жаңағыдай организмдері жақсы жұмыс істейді. В общем, пайдасы көп негізі, интернетте іздеп көрсеңіздер болады. Кстати, анау 500 теңгеде комментарий, бірінші жазған комментарияға уже жіберіп қойдым. Уже несін көріп тұрсыздар экранда. Так что бірінші комментарий жазып отырсыңыздар. Осыны жеп болғаннан кейін уже жұмысқа шығарамыз, құдай қаласа. Ал достар, мен жұмыстан қайтып барадым. Шілей былай білгенім істедім деп айта алмаймын. Сол как положено обедке шықтым. Өзімнің қалаған уақытында. Сонымен демде уақыт өтіп кетті. Негізі жұмыста ең бастысы демей қойын, бірақ бастылардың бірі ол нелерің ғой, әріптестерің ғой, коллегаларың. Коллегаларың жақсы болса, уақыт байқалмай өтіп, жұмыстың ауырлығы сезмей қалады, жеңіл болады деген жау.
құдайға шүкір, менде коллегаларым жақсы, бәрімен жақсы тұрып сөйтмей алсаң жұмыстың да ауырлығы сезілмей қалады. Болды, мен қайтып бардым үйге. Алда целый день әлі түс болып тұр ғой, сағат 3:30 ба 4 ба болып отыр. Негізі 2:30-да ма бітіп қойғам, 1:30-да ма? 2:30-да. 1 сағат бойы әшейін әңгімелесіп тұрдым. Солай. Достар, міне мынау баскетбольный доп. Бүгін былай тұрдым да, жұмыстан келдім, целый день алда. Не істеймін дедім. Құр үйде жатқаннан пайда жоқ қой енді. Сонымен бардым да, біздің орда жаңағы не бар, баскетбольный площадка. Тұрдым да, короче, не кірдім, мега доп алған соң. Доп алдым, барып ойнап келдім, души. Өмірімде баскетбол ойнамағым ше. Вообще бүйтіп ойнамағым. Вообще бүйтіп кольцоға бүйтіп ақтап та көрмегем. Бірақ шүкір кәдімгідей андай бір ойналатын адам сияқты былай кіріп отыр. Кольцоға кіріп отыр. Былай трюктар істеп отырмын, былай кірет. Бір жақын қалады, даже бір алыстан лақтырсам да ше, бір жақын қалады прям. И андай енді білмеймін, мысалы мен может өзім андай айтып отқан шығармын, ойбай деп ше. Может басқа адам сыртта көрсе онша емес деп айтуым мүмкін шығар. Ну, как минимум өзіме солай көрінді. Енді күнде ойнап тұратын шығармын, құдай қаласа. Осылай жұмыстан келген кезде бос уақытта. Бірақ адам деген топ ұрлап жүрген кішкентай поле ғой. Анау доптар деген былай шотады, біреу тиіп жатады, біреудің аяғына жармасып тұрады, біреудің былай, мен жаңа бір балаға 2 рет патинін 1 рет прям жестко тиген сондай. Баскетбольный лақтырдым, и бүйтіп жерге не алады да, и былай рикошетпен келіп, бүйтіп жатқан ғой, телефон шоқылған ғой жерде, былай басын тоқ еткізеді. Йоу деген соң. Хотя, по идее, ондай жақта случайностьтар көп болады. Ол жақта ешкім саған әдейі доп лақтырмайды да негізінде. Сондықтан ренжімейсің ондай кезде ше. Енді ол балада ренжиді деп ойламай, кешірім сұрап. Ол да бірақ біледі, не случайно екен. Знаете, у меня есть пожелание. Это просто пожелание, это не мечта. Қазір кішкене орысша айтып жіберейін десеңіз. Объездить все рестораны, все кафе города Алматы. Вот просто тут, вот, например, я сижу, дәл алдымда мысалы Тануки бар, Чайла Kitchen деген тут. Енді EU маркет деген ол бәрі біледі. Белла Чау енді сәл еще андай бау. Болмайды ол. Сондай, бүкіл ресторандарда именно ең известный мен дегенше мысалға шафранның барлық точкаларына кіріп, барлық мысалға күн сайын ше мысалға ол андай емес, типа 1 жылдың ішінде там ай сайын біреуіне емес, ондай емес. Бүгін мысалға шафранға барсам, ертең мысалға Наватқа барсам, 3-ші күні жаңағы Танукиға барсам деген сияқты. И оның бәрі подряднан болса ше, сондай бір не бар менде. Пожелание дейді. Достар, негізі бір идея келді маған. Бір не істеймін, список істеймін, құдай қаласа. Негізі ол идея почти что любой адамға келген ғой. Сол списокта мысалға 100 нәрсе жазасың да. И 100 түрлі, и былайша айтқанда дорого и көп жаңағыдай ішінде заттар болады, әртүрлі нәрсе, например, парашюттан секіру, там Дубайға бару, там Россияға бару деген сияқты әңгіме ше. Иә. Бірақ онымен қазір ешкімді таңғалдырамайсың ше. Бәрі істеп қойған. Просто орындау қиын да. Негізі деп отқам ғой, негізі в будущем. Мен айтып отқам Чайла Kitchen, Тануки, Белла Чау деймін ғой. Ал достар, міне мегапарк. Күніге осыған магазинге шығудамыз деп ше. Алматыға бірінші рет келген турист сияқты меганы түсіріп отқансың ғой. Ешкім түсірмейді бұл жақта ше. Басқа бір ойлап отқан шығар, ауыл қайдан келген деп. Достар, сіздер үшін бір машина, 2 машина. Ал біздің фонтанымыз. Міне меганың іші осылай керемет көрініс. Жалпылай адамдар жүр. Мен ана жақта бір нәрсе ашылды. Как минимум мынандай бір нәрселер тұр. Сумка ма ішінде бір нәрсе бар. Женский сумка ма бір нәрсе. Шетел ғой, короче. Шетел. Мынандай шүкірлер бар екен енді. Шетел ғой, шетел.
Dostlar, 3-cü машина. Машина жалпы қақа қалай кіргізеді екен деймін да мега. Ашсам, ашылып кетеді екен. Достар, 4-cü машина. Бұны енді понятно қалай кіргізу керек екен. Шетел, достар, шетел. Шетел. Потолок на вообще шетел. На 3-cü этаж, ал промежуточный 2-cü этаж, нулевой этажы мәнесе. Шетел, достар, шетел. Пулан бир. Енді ең үлкен магазин екен, мегадағы. Ішіне кіріп көрсетейін ма десең. Потолок, достар, бершка одан да дәуме мәнесе. Одан да үлкен бағым. Шетел екен енді бұл да. Кіруге алып тұрмын енді. Бір анау айтқан бірнәрсе көріп тұрған жоқпын өзіме. Міне достар, пылесос сататын магазин ол. Бұл даймытқа мен курьер болып істеп жатқан кезде келгем. Зара. Apple даймытқа кірген кезде ше, курьер болып істеген кезде сенен заранее не сұрайды. Удостоверение сұрайды, удостоверение. Соны суретке түсіріп алды еще. Қорқынышты ғой ше. Ма қараңыздар достар, мына Зара, мынау да Зара, мынау да Зара, мынау да Зара ма бір нәрсе. Мынау екен ең үлкені Зара екен, ең обширный дәу дейді. Маған бірақ ең мықтысы мынау ғой. Ішіндегі сағаттар енді миллионнан астам ғой. Бұлай сырттай бір қарай өтейік. Бір көздің бір қырын салып өтейік. Не болса да бұйырып қалар бір күні. Ал достар, осымен рум-тур бітті. Негізі мен нан алуға келгем. Просто кішігірім көрсетейін деген ма, экскурсия. Так сағаттарға қызықпаймын негізі. Қызықпаймын дегенде базовый уровеньге қызам, бірақ анау айтқан қымбат сағат алуға былай жайлайым жоқ. Бір ысыраптау ма кішкене ше. Солай өзіме ощущаться етеді. Бір комната часов нәрсе деген сияқтылар түсінбеймін бар ғой. Былай запасын. Андай типа 10 миллионға сағат алып не істейсің деймін де. Телефоныңдағы сағат по-любому бір сағатқа салса. Одан гөрі сол ақшаға продукт алып немесе адамдарға көмектессең ба деймін да. Білмеймін ғой енді. Ма 4-cü машина достар. Потолок бұны яқта машиналар. Кәдімгі парковкаға қойып кеткен сияқты қойып отыр ғой. Білгеніңіз деген ғой. Потолок. Ал достар, құдай қаласа жаңа видеода жолыққанша кім бірінші комментарий жазады, соған 500 теңге бұйырады иншалла. Барлықтарыңызға ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.